Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі топ жетекшісі Қалиева Назигүл Тоғызақовна. Тақырып: досың кім екенін айт, мен сенің кім екеніңді айтамын. Мақсаты: білім алушылардың арасында жағымды қарым-қатынас орнату, бірін-бірі сыйлауға, адал дос болуға және өзара түсіністік, өзара көмек қарым-қатынастарын дамыту. Ертеде бір ақылды қария болыпты. Бір күні ақылды қарияға бір жігіт келіп: «Ақсақал, мен қандай жігітпін? Сынаңызшы» депті. Қарт жігітке: «Жолдасыңды көрсет, сонан соң айтамын» депті. Жігіт жолдасын қартқа жіберіпті. Қарт жігіттің жолдасымен ұзақ сөйлесіп, ақырында жігіттің өзін шақырыпты. Жігіт келген соң қарт: «Шырағым, жаман жігіт емессің» депті. «Қалайша олай дейсіз? Мені бұрын көрген жоқсыз ғой» депті жігіт. Қарт күліп, жігітті жолдасына қарап бағала дейді, «Халық» депті. Жақынды, досты аяла, қанатың сонда талмайды. Барыңды жұрттан аяма, жақсылық жерде қалмайды. Достық адамдардың бірін-бірі жаны қалап, шын жақын көріп, қалтықсыз сеніп, тілектес мұраттас болуы. Ерте заманның ойшылы және асқан шешен Цицерон достық өз бойына қаншама сан алуан пайдалы нәрселерді біріктірген десеңші. Қайда барсаңыз да ол сізге қызмет етеді. Ол барлық жерде бар. Ол ешқашанда мезі қылмайды. Ешқашанда орынсыз килігетін жері болмайды. Ол сәттілікке жаңа сәуле береді. Ол ортақтасқан сәтсіздіктерде көп мөлшерде өзінің уытын жоғалтады дейді. Достық деген не? Достық дегеніміз екі немесе одан да көп адамның қарым-қатынас, бос уақытты өткізуі, уәделерді орындау туралы келісімі. Бірге көңілді болған кездеріңіз. Екі адамның бір-біріне деген жауапкершілігі, адалдық, сенімділік, өзара түсіністік, өзара көмек. Жалпы мүдделер, сенім, көзқарастар, себептер. Сіз кез келген уақытта көмек ала аласыз. Достық заңдары. Досыңызды қиындыққа қалдырмаңыз. Сіздің досыңыздың кім екендігі сізге бәрібір емес. Достық бұл ең алдымен адамға деген сенім, оған деген талапшылдық. Достық қиыншылықта және қауіп-қатерде сыналады. Достық әдеп сыйласаң, дос өмірлі қимасың. Дос арыңдай қымбатты, достық сезім тым тәтті. Достық игі жақсылық, достық ниет жақсы үміт. Достық жасап адамға, достаса біл, әмәнда. Дос ниетпен адал кең, дос бол ізгі адаммен. Достық адамның өмірдің өзіндей сан бояқты, көп қырлы, қасиетті, сондықтан бірер сөзбен оның анықтамасын беру мүмкін емес. Қай кезде, қай жаста болса да адам өміріндегі достықтың орны бөлек, сондықтан оған өте жауапкершілікпен, байсалды қарап, досты асықпай таңдау қажет. Достықтың негізі достардың өмірге көзқарастары мен түсіністіктерінің ұқсастығы, бірлігі. Ақын жазушыларымыз небір өлеңдер дос туралы арнаған. Соның бірі оқиық.
достығымыз достар арылмасын, пейіліміз кеңейсін тарылмасын, жиі бас қосып сыр шертсек, жүрегімізді қалайша жарылмасын деп бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.